Өзін өзгеден жоғары қойған адамдарды тағдырдың өзі төменге түсіреді. Уақыттың қадірін өлім түсіндіреді, өмірдің қадірін көрің түсіндіреді, сезімнің қадірін сенім түсіндіреді, сөзіңнің қадірін білім түсіндіреді, бардың қадірін жоғың түсіндіреді, бақтың қадірін сорың түсіндіреді. Жаның ауырып тұрса да күлімде, сенің жағдайыңды сенен басқа ешкім түсінбейді. Адамның сәттілікке жетуін оның қаншалықты жетістікке жеткенімен емес, оның осы жолда қанша қиыншылықтан өткеніне қарап бағалау керек. Бағың жанып, тасың өрге домаласа, арзанқол достар мен дұшпандарың көбейеді. Ешқашан ақталма, достарың ақталуыңды талап етпейді, дұшпандарың бәрібір сенбейді. Адамдар не ойлайды деген сұрақ ең соңғы орында тұруы керек. Бәріне бәрібір, өмір сенікі ғой. Мазалайды санамды бір сансыз мұң, бәлкім мұңсыз өткен күн де мәнсіз күн. Мықтысың деп таңданады біреулер, мықты емеспін, әйелмін ғой, әлсізбін. Біреулерді мықтылыққа үйреттім, өзім бірақ күш таныттым, сиректім. Бәйшешектің қауызындай жұқамын, ең бір жұқа құмырадан күйрекпін. Аппақ затты қиын емес қаралау, қаласаңыз оңай жанды жаралау. Суық көзден сөне жаздап тұрады, кеудемдегі лүп-лүп еткен әр алау. Ақ бұлттардың тағдыры мен ортақпын, ұлпа жібек сезімдерден ән таптым. Түнгі биік жұлдыздардай жұмбақпын, ақмаралдың лағындай мен қорқақпын. Көп адам өзінің ақшасының жоқтығынан себеп салдарын сырттан іздейді. Сөйтіп, халықтың ақшасын жеп жатқан жемқорлар екен, байып жатқандардың барлығы тоқпағы мықтылар емес. Жағдай жасамай отырған үкімет, көмектескісі келмейтін туыстар мен достар әлемдік дағдарыс деп шала бөлінеді. Былайша айтқанда, шынына келсек, жалқаулығын осылай бүркемелейді. Осы жылдың ішінде сан сүрініп құладым, өмірден де түңіліп өкіріп те жыладым. Қуаныштан шаттанып енді күле бастасам, қатал тағдыр тағы мені сынадың. Ер жігіттің құлағына: жар қылып алар қызыңның шешесіне қарарсың, шеше көргенді ал. Алма ағашынан алысқа түспейді. Сонан соң әкесіне қара, әке қатал әрі мейірімді болу керек. Билігі еркекте болған үй береке, осыны ұмытпа. Еркек балаларымен қоса әйелін де тәрбиелейді. Олардың санасына исламды құй, дін жолын үйрет, оқыт. Аллаға жақынның адасқанын көргенім жоқ. Сондықтан осы іске жақсы көңіл бөл. Алғаның басқаны емес, әуелі сені сыйласын. Күйеуін ерім, балаларымның әкесі, болашағым деп сыйлаған әйел сенімен қоса бүкіл әулетіңді құрметтейді. Оның құрметі саған әулетіңнің алдында саған абырой сыйлайды. Оны қадір тұт, бар жақсы сөзіңді арна. Жұрттың балаларының көзінше құшақтап сүйме. Өзіңнен де оның да қадірін қашырасың. Оның барлығы оңашада қылар іс. Ал басқа уақытта көзқарасың мен оған жақсы жасар ісің де жетіп жатыр. Оның жасар ісіне араласпа. Ақылды әйел сен араласпай-ақ қажет ақылын өзі келіп сұрап алады. Оны қызған, тек жөнімен болған дұрыс. Ал шамадан артық қызғану ұрыс-керіске себепші. Қанша ұрыс-керіс болса да, өз араларыңда болсын, сыртқа шығарушы болма. Ұрыс-керісте я сен жеңіл, я ол жеңілсін. Ал қателік пен дұрыс бұрысын ашуларың басылған соң талқылаған жөн. Оны ешқашан алдама, кез келген жағдайда тек шындықты айт. Сол кезде ғана өмірдің барлық тосын жайларына қарсы тұра аласыңдар. Бір адамды түрі үшін жақсы көрсең, ертең көркі қартайғанда оған деген махаббатың өшеді.
Бір адамды тапқан мүлкі байлығы үшін жақсы көрсең, ертең ақшасы біткенде оған деген құрметің азаяды. Ең дұрысы Алла разылығы үшін жақсы көру. Алла разылығы үшін жақсы көру дегеніміз адам бойында Алла сүйетін істері болғаны үшін ұнату, мәңгі таусылмайтын, түгесілмейтін шынайы махаббат осы. Ата тұрып ұл сөйлегеннен без, шеше тұрып қыз сөйлегеннен без. Өмірде көз жасы көп төгілген адам шынайы күле алады, өмір ең үлкен ұстаз. Киесіне келгенде абай болсын иесі, асып тасыса да қу дүниесі. Ұлдан немере сүйсең көзің жоғалмас, қыздан немере сүйсең ізің жоғалмас, ізің мен көзің тұрғанда елің жоғалмас. Үйлер үлкейді, отбасылар кішірейді, ақылымыз көбейді, адамгершілігіміз азайды, космос жақындады, көршілер алыстады, байланыс құралдар артты, бірақ шынайы қарым-қатынас азайды. Дәрілер көбейді, аурудың да түр-түрі көбейіп кетті, білім артты, сенім азайды. Мендер көбейді, біздер азайды. Қазіргі өміріміз осындай. Ешқашан биік шыңға шықтым деп асып тасудың керегі жоқ. Кімнің кім екенін басыңа іс түскенде білерсің. Ешқашан ешкімнен кек алма, жай ғана кешіре сал. Өмір оған өзі-ақ жазасын береді. Ауыздан шыққан әрбір сөзге ие бол. Ол сөз біреудің кеудесін тесер оқ болса, енді біреуге жан жарасын емдейтін шипа болады. Қиындықтар өткен өміріңнің жазасы емес, жарқын болашағыңа берілген сынақ. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Ұлың болса ұрының үстінен күлме, қызың болса жезөкшенің үстінен күлме. Көп адамдардың бетінде көрінбейтін маска бар. Неліктен жылаған кезде адамы жеңілдеп қалады? Себебі көз жастарымен бірге қайғы, өкпе мен реніш шығып кетеді. Реніш кетеді, ашу басылады, бірақ көңілің ешқашан баяғыдай болмайды. Жақындарыңызға айтқан ауыр сөздеріңіз олардың жүрегіне шегедей қағылатынын біліңіз. Ол шегені кешірім сұрап алып тастасаңыз да, орнында ойық қалады. Сондықтан шын жақсы көретін адамдарға көңіліне тиетін сөздер айтпаңыз. Егер сізді өсектесе қамықпаңыз, біліңіз, құрттар тек әдемі жемістерге жабысады. Кедейге күлме, сақауға сауал беріп, күліп жауап күтпе. Кереңді керең деме, жындыға тас атпа, қайтымы болады, күнәға батпа. Жылап жүрген бейшараға күлме, алдыңнан келуі ғажап емес. Мен әлемдегі ең керемет ананың перзентімін. Ана әрбір адамның жарық дүниедегі ең жақыны, жанашыры, қадірлісі, қамқоршысы, ақ сүтін беріп аялаған, жанын да аямаған ардақтысы. Шын ниетпен жақсылық жаса, қайтымын күтпе. Біреудің киіміне қара өз бағаңды көтерме. Мүмкін оның жан дүниесі бағалы шығар. Адамды кедейлік немесе байлық құртпайды, көре алмаушылық пен қызғаншақтық құртады. Сені жаратқан Алла, оны да жаратқанын есіңнен шығарма. Ешкім ешкімнен артық емес. Біреуден жәбір көрген жанның дұғасын Алла қабыл етеді. Ешкімге тіліңмен де, іс-әрекетіңмен де зияныңды тигізбе. Ашаршылықта түйенің сіңірі де тәтті, тоқшылықта қозының құйрығы да қатты деген екен бабаларымыз. Қазір тіпті малдың қарынын керек қылмай лақтырғандар көп. Біле білсең, ең дәмді жері ішек қарын. Бұрынғы аналардан естігенім, 40 қабат қарынын тазалаған үлкен сауап. Ұлтабарын жеген келіндер ұл табады деп, ұлы жоқ келіндерге берген тастауға болмайды. Қарғыс алма, алғыс ал деген ата-бабаларымыз. Өзгені төмендеткеннен өзің биік боп қалмайсың. Сен күн болсаң да тас секілді адамдар болады. Олар жүрегіңді жаралайды, күйе жағып қаралайды. Олардың алдында ақталма, себебі күнге күйе жағылмайды.
Адамдар ағаштың жапырақтары сияқты біреулер биікте болады, ал біреулер төменде болады. Бірақ күз келгенде барлығы да жерге құлайтынын естен шығарып қояды. Ешкім сабыр сақтамаған жерде сабыр сақта. Ешкім құрмет демеген жандарды сен құрметте. Ешкімнің қолынан келмеген жұмысты сен жаса. Сонда ешкімнің қолы жетпеген жетістікке сенің қолың жетеді. Сені қадірлемеген адам бір күні сені іздеп келеді. Сені елемеген адам бір күні саған зар болады. Сені жылатқан адам бір күні тәубесіне келеді. Пәнидің ісі бақиға бармайды. Міне бұл өмір. Түн қанша жерден қараңғы, қанша жерден түнек болғанымен, жалғыз әрі әлсіз шырақты жұтып қоя алмайды. Қайғы да сол, қанша ауыр, қанша дүлей болғанымен, үміттің болымсыз сәулесін тұншықтыра алмайды. Адам дүниесіз де бақытты бола алады. Ең бастысы әр сәтті шынайы бағаласа, көп адам бір нәрсеге қол жеткізсем, бақытты болар едім дейді. Бірақ ол жай ғана сенің қажеттілігің ғана. Ақша, үй, көлік – ол қажеттіліктер. Ал шынайы бақыт жүректің тыныштығы, көңілдің тоқтығы. Біреуді өсектемес бұрын оның киген аяқ киімін киіп, оның жүрген жолымен жүр. Оның жолдағы шалынған әр тасына шалын. Оның бар ауыртпалығын сезін. Содан кейін ол туралы өсек айт. Егер сіз адалдық ексеңіз, сенім аласыз. Мейірімділік ексеңіз, достар табасыз. Төзімділік ексеңіз, ұлылық аласыз. Табандылық танытсаңыз, жеңіске жетесіз. Ақылды болсаңыз, үйлесім табасыз. Еңбек етсеңіз, жемісін көресіз. Кешірім етсеңіз, келісімге жетесіз. Сабырлық танытсаңыз, қайыр аласыз. Сенім ексеңіз, ғажайыпқа ие боласыз. Өтірік ексеңіз, сенім жоғалтасыз. Өзімшілдік ексеңіз, жалғыздыққа тап боласыз. Мақтаншақтық танытсаңыз, құзға құлайсыз. Көре алмасаңыз, қайғы табасыз. Сараңдық танытсаңыз, жоғалтасыз. Өсек айтсаңыз, жау табасыз. Егер Құдай басыңа қиыншылық берсе, сенің жеңе алатыныңа сенгені. Бүгін еккеніңізге абай болыңыз. Бір мезгіл не егіп жатқаныңызға қараңыз. Себебі ол ертеңгі жемісіңізді анықтайды. Бүгінгі тән біздің ісіміздің ертеңгі жемісі. Өмірдің қиындығын көп көрген көп нәрсеге қол жеткізеді. Өмірдің ащысын көп татқан адам тәттінің қадірін біледі. Өмірде көз жасы көп төгілген адам шынайы күле алады. Өмір ең үлкен ұстаз. Адам есейген сайын балалық шағын аңсайды екен. Әрине өмірдің қиыншылықтары мен ауыртпашылықтарына мойымау керек. Бірақ кейде өмір өзі сындырып, сосын орныңнан қайта тұрғызады. Өмір сүруді өзің үйренбесең, өмір саған қаталырақ жолмен үйретеді.